Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Самұрық-Қазына акционерлік қоғамның басқарма төрағасын қабылдады. Нұрлан Жақыпов қордың биылғы бірінші жарты жылдықтағы қызметі жөнінде есеп берді. Оның айтуынша, басты өндірістік көрсеткіштер жоспарға сәйкес атқарылып отыр. Кіріс 8 триллион теңгеге жуықтаған. Бұл белгіленген жоспардан 7% артық. Қор қазір мұнай, газ химиясы, энергетика, көлік және логистика, машина жасау, цифрландыру салаларындағы жобаларға шетелдік серіктестермен бірлесіп инвестиция құяды. Жыл соңына дейін қор елімізде 40 оңалту орталығын ашуды жоспарлап отыр. Мемлекет басшысы инвестициялық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ қор жұмысын одан әрі жетілдіру жөнінде бірқатар тапсырма берді. Барлық көрсеткіштер жоспарларымызға сай, немесе одан артық. Самұрық-қазынаның инвестициялық портфельде құны 53,5 триллион теңгеден асатын 130-дан астам ірі инвестициялық жоба бар.